Ассалаумағалейкум достар, амансыздар ма? Бүгін тағы да бір кезекті жаңа тақырыпты қозғайын деп отырмын. Олай болса, мынау біздің видео басталмас бұрын біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басып қойыңыздар достар, қоңыраушаны басыңыздар. Ал олай болса кеттік. Мынау көп жағдайларда келетін сұрақтардың ішіндегі бір маған ұнағаны бір сұрақ келді, өзгеше. Аға дейді, мынау бір жұмыртқаны алып тастағаннан кейін жыныс мүшем істемей қалмай ма дейді. Әрине мына осы сұраққа жауап беріп кетсек, көп жағдайларда өмір сүру барысында әртүрлі жағдайлар кездесуі мүмкін. Бір жағдай болған, бір жігітте мынау бір жұмыртқасы қабынудың процесіне байланысты асқыну және жұмыртқасы кішірейіп семіп қалған. Бір жұмыртқасы қалыпты, бір жұмыртқасы почти жоқ деп айтсақ болады. Осы мен денсаулығыма қалай әсер етеді? Ертең үйленетін болсам, мүшем істемей қалмай ма? Қалай болады? Осыны түсіндіріп кетіңіз дейді. Бұл жерде айта кету керек, яғни анатомия бойынша біздің жаңағы мына ұрық шығатын, яғни канал бар, арнайы жиналатын жаңағы придаткымыз, ен жұмыртқа бар. Соған байланысты бұл жерде яғни ұрықтың сатылатын орны, қалтасы дейміз. Енді бұның мына жыныс мүшеге әсер ету мүмкін ба? Яғни жыныстық қатынасқа түсе аламыз ба дейді. Әрине бұл жерде ешқандай кедергі болмау керек, болмайды деп айтамын. Өйткені неге? Өйткені қан айналым жыныс мүшеге басқа тамырлар арқылы, жамбас қуысы арқылы келетін болса, ол жерде ол жұмыртқасын бір жұмыртқасын алып тастаса да жыныстық қатынасқа түсуге болады. Өйткені біздің практикамызда болған, травмадан кейін де бір жұмыртқасын алып тастаған, жарамай қалған бірінші жұмыртқамен өмір сүріп жатыр, бірақ төсектік қатынасқа түседі, бәрі қалыпты. Соған байланысты бұл жерден ештеңе қорқатын ештеңе жоқ достар. Бір жұмыртқамен болатын болса да үміт бар. Өйткені бір жақ турбамен де әйел кісілер бала көтеріп жатыр. Соған байланысты еркектердің де бір жұмыртқасымен де бала сүюге мүмкіндігі бар. Ал енді бұл жерде яғни диагностика жасау, тексеру барысы жүру керек. Егер де осы проблема болып жүрген болса, жігіттер араларыңызда міндетті түрде жұмыртқаны ультрадыбыстық зерттеуге түсіру керек. Осы арқылы анықтауға болады қалай болып жатқанын. Екінші айта кететін жағдай, мына мүше егер де әлсіз болса, дұрыс істемей қалса, мүмкін жаңағы айтады біреу варикоцелик операция жасаттым, варикоцелиядан кейін жыныс мүшем әлсіз болып қалды дейді. Енді бұл жерде қан тамырмен байланысты болғаннан кейін варикоцелияның да әсер етуі мүмкін. Өйткені бұл жерде тамырдан кеңею болып жатыр. Осы операциядан кейін мүмкін әлсіздік байқалуы мүмкін, жыныс мүшелерде бос болуы мүмкін, қанның күшею азайып қалуы мүмкін. Ал енді басқа себептер бұған негіз болмайды. Өйткені мынау жұмыртқаның проблемасы әр жағдайда көбінесе бірінші қабынуға байланысты болады. Егер де мысалы айта кетсек, аттарды мысалы ауылда айғырларды мысалы піштірді ғой, жұмыртқасын алып жатады. Үйде адамды мысалы кастрация деп айтамыз ғой, кастрация жасап ондай естіп жатырмыз, жаңалықта болған. Күйеуі бір жерге бара бергеннен кейін әйелі күйеуін кастрация жасап тастапты дейді. Әрине ондай жағдай ешкім баса бермесін, құдай сақтасын. Бұл біздің еркектің ең нәзік жері ғой. Соған байланысты бұған әрқашанда біздің реакциямыз бар. Әрқашанда біз мысалы травмадан қорғанған кезде әр еркекте рефлекс, яғни бұтын жинап қысу, жыныс мүшесін жиыру. Осы арқылы да біздің мошонканың да сыртқа беріп қойған, мысалы Алла тағала жаратып қойғаны сыртқа шығарып қойған. Өйткені іште болатын болса, бұл пісіп кетеді жұмыртқа. Адам ұрпақ болмайды. Соған байланысты желденіп тұру керек. Енді достар, мына мүлдем мүше істемей қалу деген ол дұрыс пікір емес. Жыныс мүшесі істейді, егер бір жұмыртқасы болсын, екі жұмыртқасы болмасын, егер қан мүшеге келіп тұратын болса, денсаулығы мықты болатын болса, ешқандай проблема жоқ. Осыған байланысты достар, бүгінгі шығарған сіздерге қысқа ғана видео ұнаған болса, өз пікіріңізді қалдырыңыздар. Аман сау болайық достар.